Сәлем достар, біз Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы 101 топ студенттеріміз. Бізден сізге сұрақ, сіз ата-анаңызға оларды жақсы көретініңізді соңғы рет қашан айттыңыз? Біз бұл сұрақты студенттер қауымына да қойып көрдік. Алла мама, сәлем бердім. Сәлем бердік, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Алла мам, сәлем бердік. Алла мама, сәлем бердік. Қалайсыз? Мам, мен бұдан сектен деп едім ғой. Мам, мен сізді жақсы көрем. Сен жақсы көрем. Апа, мен сізді жақсы көрем. Әрқашанда мені қолдағаныңыз үшін рахмет. Соң айтайын деп едім ғой, көп рахмет сізге. Жай, ешқандай рахмет, жақсы көретін айтайын деп едім, айтпайды екем. Мен сізге бір жай айтайын деп едім ғой, мама. Мама, мен сізді қатты жақсы көрем. Папа екеуіңізді. Қатты жақсы көрем. Осы өмірге әкелгендеріңізге рахмет. Соны айтайын дегенім ғой. Бүгін жақсы көретін ғой екен. Жоқ, жай. Сол. Сіз жақсы көресіз бе, не істейсіз? Конечно, жақсы көрем. Неге жақсы көрмеймін? Сол. Сіз мені жақсы көресіз бе? Аман жүріңіздер. Соң айтайын деген ғой.